Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі помпон жасауды көрсететін боламын. Алдымен лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі осылай қолымызға жіпті 40 мәрте ораймыз. Мен мұнда 2 жіпті араластыра отырып жасадым. Бұндай помпоннан көптеген заттар жасауға болады. Мысалға, қалпақтың төбесіне әсемдік ретінде. Орап болғаннан кейін осылай ортасына жіпті өткізіп байлаймыз. Сосын керек емес жерін қиып алып тастаймыз. Өте оңай, мінекей осымен дайын.